Barchangizga xayrli kun. Bugun men sizlarмен qo'l жетімді ингредиенттерден жасалатын дәмі ерекше қызыл барқыт пирожныйның рецептімен бөлісетін боламын. Рецепттің маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Бізге сары май, жұмыртқа, сұйық май, айран, разрыхитель, ас содасы және ұн қажет болады. Айранымызға 1 қасық ас содасын салып қойып қоямыз. Келесі ыдысымызға жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, шекеріміз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен сары майымыз бен сұйық майымызды құямыз. Айранымызға топ декордың осындай қызыл белви красителін қосып араластырып аламыз. Келесі ұнымызға 3 ас қасық разрыхителіміз бен 3 ас қасық какаомызды қосып араластырып аламыз. Массамыздың үстінен краситель қосылған айранымызды құйып араластырып аламыз. Келесі ұнымызды аз-аздан салып араластырамыз. Бірден салуға болмайды. Бөліп салып жақсылап араластырамыз. Массамыз осындай болады. Қатты қою, қатты сұйық емес. Келесі формамызға пергамент қағазын төсеп, осындай квадратный формаға массамызды теңде 3 бөлікке бөліп құйып пісіріп аламыз. Корждарымыз бір тегіс болып пісу үшін осылай табамызды ұрғылап жібереміз. Корждарымыз пісті, толық суығаннан соң барып табадан аламыз. Келесі крем дайындаймыз. Шекеріміздің үстінен творожный сырымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне сливкиімізді құйып, қатты жылдамдықты айналдырып, қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дәл осындай қою болып шығады. Келесі корждарымызды квадратный формаға салып жинайтын боламыз. Кремімізді толық бір тегіс етіп жағып шығамыз. Пирожныйымызды толық жинап шықтық. Енді бір түнге немесе 8 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Менің пирожныйым тоңазытқышта бір күн тұрды. Енді кесіп жіберуге болады. Өте дәмі ерекше, жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Және видеоларыма лайк басып кетіңіздер. Көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, ас болсын.